Қазіргі таңда Нұр-Сұлтан қаласында 129 мектеп жұмыс істейді, және де олардың саны жылдан жылға артып келуде. Мысалға 2020 жылы 3000 орындық 3 мектеп және 2475 орындық 3 қосымша құрылыс жұмысқа берілді. Және тағы да Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күні қарсаңында 2 мектеп ашылды. Ол Мичурина тұрғын алабындағы номері 43-ші мектеп және жаңа ғимарат білім инновация лицейі үшін салынды. Осындай құрылыс жаңа мектептер берілгенмен Нұр-Сұлтан қаласында 4 мектеп 3 ауысымды форматта сабақ береді, және де 14 мектепте тығыздалған режим. Осы мәселені шешу үшін біз тағы да 2021 жылы тағы 12 мектеп саламыз. Ол 5 мектеп және 1 қосымша құрылыс жаңа оқу жылына дейін салынып бітсе, осы жылдың аяғына қарай мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында BI Group компаниясымен біз 12.000 орындық 6 мектеп саламыз. Ал балабақшаға келетін болсақ, қадамдық қолжетімдік жобасы аясында 2020 жылы 252 орынға 3 балабақша ашылды. Және де мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобасы бойынша 360 орындық балауса балабақшасы ашылды. Және 5800 орынға мемлекеттік тапсырыс жекеменшік балабақшаларға берілді. Сонымен қатар 2021 жылы біз тағы да 3 балабақша ашамыз. Сонымен бірге ерекше қажеттілікті қамтамасыз ететін 90 орындық балабақша ашылады. Оқу жылының басына дейін компьютерлік техникамен оқушылар мен мұғалімдерді қамтамасыз ету мақсатында мониторинг жүргізілді. Мониторинг көрсеткіші компьютерлік техниканы қажет ететін 35.000 адамды құрады. Олардың ішінде жетім балалар, аз қамтылған отбасыдан шыққан балалар, көп балалы отбасыдан шыққан балалар және мұғалімдер. Үздіксіз білім беру процесін қамтамасыз ету мақсатында бізбен келесі жұмыстар атқарылды. Ол қыркүйек айында біз жергілікті бюджеттен 8.000 компьютер сатып алсақ, ал қазан айында республикалық бюджеттен бөлінген ақшаға біз 26.000-нан астам компьютерлік техника сатып алдық. Олардың барлығы, яғни 34.000-нан жоғары компьютерлік техникалар уақытша қолданысқа мұғалімдер мен балаларға берілді. Осыдан кейін біз бүкіл оқушылар мен мұғалімдерді 100% қамтамасыз еттік. Және де интернетпен қамтамасыз ету мақсатында 22.600 роутер сатып алынды. Ол 70 гигабайт трафикпен әр ай сайын, және де отандық білім платформаларына тегін. Айта кетсек, біз қашықтықтан оқыту процесін үзбеу үшін Нұр-Сұлтан қаласының оқушылар мен мұғалімдерін 100% материалдық техникалық базамен қамтамасыз еттік. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің бұйрығына сәйкес дистанциондық форматта осы 20-21 оқу жылы болғандықтан оқушыларды бағалау формативті түрде жүзеге асырылады. 2-ші сыныптан бастап 11-ші сынып оқушылары бағалау 1 балдан 10 балға дейінгі арада жүзеге асырылады. Ал 1-ші сынып оқушылары формативті бағаланбайды. Оларға мұғалімдермен кері байланыс, мұғалімдердің ұсыныстары бойынша, неше түрлі рубрикалар бойынша, комментарийлар бойынша іске асырылады. Және білім деңгейін бағалау, ол критерийі, ол оқушылардың бағалау нәтижесінде анализ жасалынады. Мысалға 2019 жылы анализдің көрсеткіші бойынша Нұр-Сұлтан қаласының білім сапасы 46% құраған болатын.
ал осы жылы 59%-ды құрап отыр. Яғни алдыңғы жылғы оқу жылымен салыстырғанда осы жылғы оқу сапасы 13%-ға артып отыр. Пәндер бойынша оқушылардың сапасын талдау күнделік КЗ порталында ұсынылған мәліметтер бойынша жүргізілді. Педагог мәртебесі туралы заң аясында 2020 жылдан бастап педагогтардың жалақысы 25%-ға көтерілді. Мысалға 2019 жылы педагогтардың жалақысы 110 мың теңгені құраса, 2020 жылдан бастап қазіргі таңда 148 мың. Және бұл жалақыны көбейту 23 жылға дейін қарастырылған. Осымен әр жыл сайын 25%-ға өсіп отырады. Жыл 23 жылға есептесек, мұғалімдердің жалақысы 2 есе артады, яғни 260 мың теңгені құрайды.